Қайырлы күн. Арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта қазаққа туыс халық ноғайлар тақырыбындағы мәтін бойынша талдау жасаймыз. Алдымен мәтіннің сұрақтарымен танысып алайық. Бірінші сұрақ. Румынияның ноғайлар тұратын өлкесі. Екінші. Ноғайлардың үлкен диаспорасы қандай екі қалада бар? Үшінші сұрақ. Қазіргі күні ноғай даласы әкімшілік аумақтық бөлінісі жағынан қай мемлекет құрамына кіреді? Төртінші сұрақ. Ресей мен ТМД елдеріндегі ноғайлардың жалпы саны. Бесінші сұрақ. Қазаққа ең жақын туыс халық. Енді осы сұрақтарға жауап беру үшін мәтіннің мазмұнымен танысып аламыз. Мәтін қазақ халқының туыс халқы ноғайлар туралы. Ноғайлардың қай жерде мекендейтіні және олардың ноғай сөзінің шыққан этнонимі туралы айтылады және қай аймақта қанша ноғай туралы тұрады, сол туралы да мәліметтер беріледі. Енді видеоны тоқтатып қойып, қазаққа туыс халық ноғайлар деген тақырыбындағы мәтінмен танысып шығыңыздар. Мәтінмен танысып болсаңыздар, енді сұрақтарға назар аударайық. Мәтін негізінде азат жолдарға бөлінбеген, бірақ біз мазмұны арқылы қазір сұрақтарға жауап береміз. Сұрақтарға жауап беру кезінде мәтіннің мазмұнынан ауытқымаймыз. Бірінші сұрақ. Румынияның ноғайлар тұратын өлкесі. Мәтінде айтылған. Түркия, Румыния және тағы басқа елдер ноғай диаспорасының жиі қоныстанған елдері болып саналады. Түркияның 4-5 миллион шамасындағы халқы өзінің тегі жалпы ноғай, татар, қырым татар болғанын әлі де біледі. Түркияда әлі де таза 9 ноғай аулы бар. Ал Румынияда олар Добруджа өлкесінде де тұрады. Демек, сұрақта айтылған Румынияның ноғайлар тұратын өлкесі. Румыниядағы ноғайлар тұратын өлке бұл Добруджа деген өлке екен. Ноғайлардың үлкен диаспорасы қандай екі қалада бар? Сулак кентінде, сондай-ақ Махашқала, Хасавюрт қалаларында да тұрады. Ноғайлар Ресейде, сонымен бірге Астрахань облысында да тұрады. Ноғайлардың ірі диаспорасы Мәскеу мен Санкт-Петербургте де шоғырланған. Түркия, Румыния және тағы басқа елдер ноғай диаспорасының жиі қоныстанған елдері болып саналады. Түркияның 4-5 миллион шамасындағы халқы. Яғни бұл жерде ноғайлардың үлкен диаспорасы қандай екі қалада тұрады деген жауапқа біз мынадай жауап аламыз. Ноғайлардың екі үлкен ірі диаспорасы Мәскеу және Санкт-Петербургте шоғырланған. Демек, Мәскеуде және Санкт-Петербургте шоғырланған екен. Екінші сұрақтың жауабы сонда Д нұсқасында тұр. Үшінші сұрақ. Қазіргі күні ноғай даласы әкімшілік аумақтық бөлінісі жағынан қай мемлекет құрамына кіреді?
Ресей мен тмд елдерінде, міне қараңыздар, ноғайлардың қазіргі мекені солтүстік Қазақстанда, Кавказда. Ресей мен тмд елдерінде жалпы саны шамамен 100 мыңды құрайды. Ноғайлардың негізгі әкімшілік аумақтық бөлінісі жағынан Ресей құрамындағы, міне қараңыздар, Ресей құрамындағы Дағыстанның, Шешенстанның және Ставрополь өлкесінің Қарашай-Шеркес автономиясының құрамында. Дағыстанда ноғайлар Ноғай, Бабажыр, Тарум және Кизлар аудандарында жиі қоныстанған. Сулак кентінде, сондай-ақ Мақашқала мен Хасапжұрт қалаларында да тұрады. Демек, ноғайлардың көп шоғырланған жері мына жерде айтылып тұр: Ресей Федерациясы. Ресейдің құрамында, яғни Ресейде ноғай даласының әкімшілік аумақтық бөлінісі осы Ресей Федерациясында екен. Келесі сұрақ: Ресей мен тмд елдеріндегі ноғайлардың жалпы саны қанша? Енді мәтіннің мазмұнына назар аударайық. Ресей, тмд елдеріндегі жалпы ноғайлардың саны 100 мыңды құрайды. Демек, ноғайлардың Ресей мен тмд елдеріндегі жалпы ноғайлардың саны 100 мыңды құрайды. Демек, Т нұсқасында тұр. 5-ші сұрақ: қазаққа ең жақын туыс халық. Ноғай, қазақ. Ноғай туралы айтқанда, ноғай этнонимін шатастырады. Түркі халықтарының ішіндегі қазақтарға ең жақын, ең туыс халық ноғайлар. Мәтінде айтылып тұр: ең туыс, ең жақын халық ол ноғайлар. Демек, сұрақтың жауабы: қазаққа ең жақын, ең туыс халық ноғай деп жауап береміз. С нұсқасы. Міне қарап отырсаңыздар, әрбір сұрақта 4 жауап нұсқасы берілген. Сол 4 жауап нұсқасы арқылы, әрине оны біз жеке-жеке барлық нұсқаларға назар аударған жоқпыз. Тек біз мәтіннің мазмұнына қарай отырып, мәтіннің мазмұнынан ауытқымай сұрақтарға жауап бердік. Әрбір сұрақтың жауабы мәтіннің мазмұнында тұр. Демек, біз әрбір сұрақты оқыған кезде және мәтінді оқыған кезде зер сала, зейін қойып оқуымыз керек. Сонда ғана біз мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бере аламыз. Назарларыңызға рахмет. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Тағы да назарларыңызға көп рахмет.